Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Әсем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге женттің дайындау жолын көрсететін боламын, және де өзімнің нұсқаммен бөлісетін боламын. Өзімнің жасайтын рецептіммен міндетті түрде видеоның соңына дейін көріп, жасап жеңіздер достар. Көп артық затты қажет етпейтін, сондай әдемі қазақи дастархан жайсаңыздар, міндетті түрде осы рецепт бойынша жасап дастарханға қойсаңыздар болады, ұсына берсеңіздер. Және де ең бірінші осындай талқанымызды ыдысымызға керекті мөлшерде салып аламыз. Және де осылай майымды қосып, осындай сары май, дүкеннің майын қолдандым мен. Сары майды қоссаңыздар да болады. Және де кішкене ғана тәтті дәм беру үшін осындай қант ұнтағын, яғни сахарный пудра қостым. Қант ұнтағы болмаса, кішкене қант қоссаңыздар болады. Осыны енді қолымызда жақсылап, және де енді қолымызбен осылай жақсылап үшеуін біріктіріп, алыңыз, езетін боламыз осылай. Және де енді керегінше осылай сгущенка қосатын боламыз. Қандай заттар керек, қанша мөлшерде керек, видеоның астына описаниеге қалдыратын болам. Енді жақсылап осыны 4 затты жақсылап біріктіріп, жақсылап араластырып аламыз. Міндетті түрде видеоны мұқият қараңыздар достар, міне. Қанша мөлшерде керек, видеоның астына қалдыратын боламын. Және де айта кетейін, менің каналымда плейлист бар, сол жерде өзіңізге керекті видео рецептіні көрсеңіздер болады. Және де енді міне осылай қолдың көмегімен, ешқандай форма керек емес. Осылай қолдың көмегімен неше түрлі форма жасай берсеңіздер болады. Міне, видеода көріп тұрғандарыңыздай мен 4-5 түрлі форма жасадым. Міне, осылай жасап қойсаңыздар болады. Егер форма болса, формамен де үстіп, әдемі формамен женттің түрлерін шығарсаңыздар болады. Және де қалауларыңызға қарай, егер мейіз қосқыларыңыз келсе, мейіз қоссаңыздар да болады. Жуып тазалап, әдемілеп, мейіз қосып, араластырып жасасаңыздар да болады достар. Міне, баршаңызға ас болсын, міндетті түрде қазақи дастархан жасаған кезде осыны жентті де жасаңыздар. Поделиться батырмасын басып, жақындарыңызбен бөлісіңіздер достар. Видео ұнаса лайк басыңыздар, комментарийге өз пікірлеріңізді қалдырып қойыңыздар достар.